халықтың 90% негізі бала позициясында. Инфантильная позиция дейді. Адамдар 40 жаста болуы мүмкін, 50 жаста болуы мүмкін, 60 жаста, бірақ ешке баласы есеймеген. Бала нені қалайды? Оңай, жеңіл, көп ақшаны бірден табуды қалайды. Команда құру деген бизнеста екі жол бар екен. Біреусі манипуляция дейді, біреусі шабыт беру. Біз әйел адам ақша табамыз, бірақ шаршап қаламыз. Себебі біз ақша тауып жатқан жерімізден бізге керекті құндылықтар берілмейді. Біраз қыздар мына осы жаққа келген, дағдарыста келген негізі. Семьялық қарым-қатынас өте нашар болған. Ортаны көріп, сол отбасыларды сақтап қалды деп айтуға болады. Жолдасыңыздың көзқарасы өзгеріп кетті ме? Жолдасым көзқарасы өзгерді. Кәсіпкерлер екіге бөлімде. Бизнесті ақша табудың құралы ретінде қарастырады. Екінші кәсіпкерлер бар, олар бизнесті ақша табудың да құралы ретінде, адамдардың өмірін өзгертетін құрал ретінде қарастырады. 5 күн, 6 күн офиста отыру деген үйді тастадым деген сөз ғой. Сол жағынан қиналып жүргем. Негізі әйел адам үйінде бақытты болмаса, ол бизнес оған бәрібір мағынасыз да негізі. Енді Нұрғиса мырза осы 1,5 жылдың ішінде 100 адамның умраға баруына себепкер болады. Бір орталар бар, өсекті талқылайды, өсек айтады, бір орталар бар, ұлы идеялар туралы талқылайды дейді. Сіз ұлы идеялар талқылайтын ортада болсаңыз, ұлы идеялар талқылайтын адам боласыз. Біздің ерекшелігіміз негізі қоғамға бір пайдамыз тигізу да. Кризис кезінде Алла тағала мынау адамдардың өмірін өзгертіп жатқан, адамдарға пайда алып келіп жатқан, адамдарға қызмет етіп жатқан компанияларды аман алып қалады деген. Бостан босқа жүрген жоқпыз әйтеуір. Армысыздар, құрметті YouTube сүйер қауым. Бүгін бізде ерекше подкаст. Менің жанымда өздеріңіз көріп отырғандай бір емес бірнеше қонақты шақырдым. Қазіргі таңда баршаңызға белгілі кәсіп, даму, орта тақырыбы, рухани даму тақырыбы және де бай болу тақырыбы өте қызық. Және де сіздерге пайдалы болу ниетімен, пайдалы болу мақсатында бірнеше қонақтарды шақырдым. Нұрғиса мырза, қош келдіңіз подкастқа. Бүгінгі көңіл күйіңіз қалай? Жалпы енді өзіңіздің жаңа айтып кеттім, дамытып жүрсіз бірнеше адамды, бірнеше орта құрдыңыз деп. Жалпы сіздің бизнеске келу жолыңыз қалай басталды? Сол жайында айта кетсеңіз. Қош көрдік, Әсем ханым, рахмет шақыруыңызға. Мына біздің осы Cordial Care компаниямыз, Cordial Care орталығымыз Аллаға шүкір міне осымен 5 жыл болды. Біздің ұстанымыз осылай тұрақты, бірақ асықпай нық қадам жасау. Енді біздің негізі ұстанымыз сол құндылықтарымызға сүйеніп, асықпай және тұрақты, бұл ең жылдам деген Досан мырзам ұстанымы, біздің де ұстанымыз негізі. Сол Аллаға шүкір осы компаниямыз өсіп келе жатыр, дамып келе жатыр. Жалпы негізі мына команда құру деген екі, енді бүкіл бизнеста екі жол бар екен. Біреусі манипуляция дейді, біреусі шабыт беру дейді. Манипуляция арқылы сіз адамдар шақырасыз да, мысалы. Ол саудада уәде бересіз. Саудада да болады, мысалы, скидкамен жасайсыз, немесе промоушн жасайсыз, немесе подарка жасайсыз. Бірақ ол уақытша да. Яғни сіз онымен тұрақты бір команданың ортаны ұстай алмайсыз. Себебі ол жерде сенім жоқ та. Ал екінші жолы бар шабыт беру. Яғни орысша айтқанда вдохновение дейді ғой. Сол шабыт беру, ол жерде оның артында бір құндылықтар болу керек та. Сол құндылықтарға сүйеніп, сол кезде адамдар мына жұмысты не үшін жасап жатқанын түсіну керек. Яғни ол тек қана өзіңіздің қара басы үшін емес, тағы да бір осы қоғамға бір пайдамыз тисін, осы жұмыс арқылы қаншама адамдарға пайдамыз тисін, пайдалы өнім болсын, рухани жағынан даму болсын, қаржы жағынан даму болсын деген сондай ниет болса, ол ұзақ мерзімді. Бірақ бұл жерде енді осы ұзақ мерзімді болғаннан кейін бұл жерде сенім бар да. Осы сенім орнағаннан кейін адамдар былай последователь дейді ғой. Тұрақты последователь, тұрақты фанаттар пайда болады. Енді Аллаға шүкір біз қазір сол ұстанымымызбен келе жатырмыз. Қазір сол біраз командаға жақсы көретін, компанияны жақсы көретін команда орта жиналып жатырық. Енді бұл жерде біраз біз Досан мырзамен тұрақты түрде жұмыс істеу арқылы осы даму орталығын деп аштық. Сол Cordial клуб болды. Қазір Cordial академия деп не жатыр, Алла қаласа.
қазір сол сіздер тұрақты түрде адамдарды дамытумен айналысасыздар, иә? Және де компанияңыз тағы да өнімдер деп қалдыңыздар, иә? Жалпы қандай өнімдер бар, адамдарға жұмысты қалай бересіздер, жалпы сіздер сол жайында айта кетсеңіз. Өнімдер бізде сол корейский косметика, яғни сұлулық, оның ерекшелігі бар. Осы алдыңғы подкастта соны бәрін танытқандық негізі. Айттық. Бірақ сол өнім бар, сосын жаңағы денсаулыққа арналған өнімдер бар. Бірақ тек қана соған байланысты емес, біздің ерекшелігіміз негізі табыс табу, сосын өмірін өзгерту. Яғни мына қоғамға бір пайдамыз тигізу да. Енді Аллаға шүкір, қазір осы біздің кордиал клуб барысында қазір біз біраз осы біздің кейстермен бөлісесіздер. әріптестеріміз жақсы инсайттар болып жатыр, жақсы кейстер болып жатыр. Сол Досан мырзамен осы 1,5 жыл бұрын біз бісміллә деп бастадық. Енді сол дұрыс ниет болғаннан кейін, осы ниетімізге сай, мен сөйтіп ойлаймын, мен соған сенемін. Қазір осы дамып келе жатыр бұл жерге. Мен біріншіден сол Досан мырзаның Динақыр ханымға алғысын білдіремін. Себебі қалайсы болды, біздің осы көңілімізден шығып, мына қазақи рухани жағынан күшті үлесін қосып жатыр деп сенемін. Сосын мына біздің командамызға да мында бір алғысымды білдіремін. Неге десеңіз, олар осыны түсініп, біздің ерекшелігімізді түсініп, олардың жүрегімен қабылдап, қазір соны іске асырып жатыр. Аллаға шүкір. Досан мырзамен тұрақты түрде жұмыс жасап жүрсіздер, иә? 1 жылдан аса уақыт жалпы, иә? Досан мырза енді жалпы команда құру, орта құрудың ерекшелігі жайында айтып кетсеңіз, мысалға көп кәсіпкерлер қазіргі таңда орта іздеп жүр. Көп адамдар өздері дамығысы келеді, қосылғысы келеді жаңа ортаға. Жалпы командада болудың, жаңағы рухты болудың сіз маңыздылығын айта кетсеңіз. Бәрекелді. Негізінен Нұрғиса мырза, негізінен жалпы мен кәсіпкерлермен жұмыс істеп жүрмін, бизнесмендермен жұмыс істейміз, түрлі адамдарға тренинг өтеміз, жеке консультация өтеміз. Және де көп компанияларға осы тренингті өттім. Сол кезде біз Нұрғиса мырзаға осы Эгожам тренингін алғаш өттік. Нұрғиса мырза бірден бұл тренингтің командаға керек екенін, ұзақ мерзім, және де бұл тренингтің нәтижесі болу үшін ұзақ мерзім өткізу туралы сондай түсінікке келді, сондай ұғымға келді. Сосын Нұрғиса мырза бұны тұрақты түрде өтіп тұрайық деген ұсыныс жасады да біздің компания, Cordial Care компаниясына. Енді 1,5 жылдан бері өтіп келе жатырмыз да бұл тренингті. Негізінен мен өзім кәсіпкерлермен жұмыс істеп жүргеннен кәсіпкерлерді екіге бөлемін да. Бірінші кәсіпкерлер ол бизнес деген құрал. Бизнесті ақша табудың құралы ретінде қарастырады. Ол да жаман емес. Себебі бизнестің мақсаты ақша табу болу керек та. Екінші кәсіпкерлер бар, олар бизнесті ақша табудың да құралы ретінде, адамдардың өмірін өзгертетін құрал ретінде қарастырады. Мен Cordial Care компаниясын және де Нұрғиса мырзаның екінші категориядағы кәсіпкерлердің қатарына жатқызамын да. Бұл Cordial Care компаниясы Нұрғиса мырза айтқандай өзі медленно и верно, это есть быстро дейді ғой. Асықпай және тұрақты дамысаң, ол сол нағыз жылдамдық дейді да. Солай дамып келе жатқан компания, и ол кісілердің ниетінде, негіздің ниетінде адамдардың өмірін өзгерту да. Және де ол жаңағына сөз емес, осы компанияда жұмыс істеп жатқан ханымдардың, сол отбасылардың өмірінде болып жатқан өзгерістер, трансформациялар, мысалға да қаржылық жағынан, тұлғалық жағынан, рухани жағынан болып жатқан трансформациялар, солардың куәсі да, нақты ұстайтын нәтижелер солардың куәсі, солардың дәлелі. Содан кейін Нұрғиса мырзаның бір қызық бір несі бар, оқиғасы бар. Иә. Нұрғиса мырза неге барады да, Түркияға барады. Маған айтып бергенде өте қатты әсерлендім да. Негізінен сол оқиғада, егер біздің көрермендеріңіз не қылса, сол оқиғада да адам өмірдің мәнін табуға болады. Содан кейін Нұрғиса мырза Түркияға барады, сосын үлкен бір корпорация, серіктестері. Сосын солармен кездеседі, үлкен бизнесменмен, содан сұхбаттасады, әңгімелеседі. Сосын ана кісі, сіз немен айналысып жүрсіз дейді. Осындай компаниямыз бар. Осындай үлкен холдингтің бір бағыты, біздің Cordial Care деген компания. Осындай косметика сатумен айналысамын, адамдарға денсаулық, рухани жағынан дамуына көмектесеміз. Сонымен қатар компания өзі ақша табуы, негізгі операционный деятельности, негізгі бизнестің бағытынан бөлек біз Cordial клуб деген құрдық деген ғой. Cordial клуб. Біз мысалы Нұрғиса мырза соны айтып отыр да, біз соны құрдық та. И соның аясында жүйелі түрде сабақ беріп жатыр. Ол компания тегін өткізеді да оны партнерларға, және де сырттан келетін адамдар да қатысса болады. Сөйтеді,
сондай өткізіп жатырық. Содан кейін осындай нәтижелер көріп жатырық. Адамдардың өмірінде өзгерістер көріп жатыр мысалға да. Ақша жағынан өсіп жатыр. 8 мысалға біздің ханымдар тұрмысқа шықты. Содан кейін қаншама отбасылар сақталып қалып жатыр. Өмірлерінде жаңа қаржы жағынан, тұлғалық жағынан, рухани жағынан керемет ғажайып өзгерістер көріп жатыр деп айтқан ғой. Сен өте ғажап нәрсені жасап жатсың деп айтқанда, Нұрғиса, сен өте ғажап нәрсені жасап жатсың. Негізінен ол кісіде тура сөз айтқанда компаниялар екіге бөлінеді. Ақша табуға бағытталған, екінші адам өмірлерін өзгертуге бағытталған. Бірінші компанияларда ұзақ өмір сүреді, бірақ екінші компаниялар өміршең болады. Кризис кезінде Алла тағала дейді, Алла тағала мынау адамдардың өмірін өзгертіп жатқан, адамдарға пайда алып келіп жатқан, адамдарға қызмет етіп жатқан компанияларды аман алып қалады деген. Себебі ол компаниялар Алла тағаланың тікелей мақсатын, мұратын орындап жатыр. Біздің Давлат ұстазымыз айтады, егер сенің мақсатың адамдардың өмірін өзгерту болатын болса, сенің мақсатың адамдарға пайдалы болатын болса, ол сенің мақсатың емес, ол Алланың мақсаты болады. Алланың мақсаты болған кезде, Алланың мақсатының жолында бөгет бар ма дейді да. Бөгет жоқ дейді. Сен сондай компания құрып жатсың, мен саған ризамын деп айтқанда, осылай жалғастыра бер, сенің компанияң өміршең болады деп айтқанда. Сол бұл компанияның және де негізі ондай компаниялар кімдер құралады? Сол құндылықтарды бойына сіңірген основательдері негізін қалаушылар құралады да. Мен сол жағынан алдын болжай білетін, бірнеше қадамды алдыға ойлай білетін басшы ретінде білем. Себебі ойлаймын да, ол Нұрғиса мырзаның тоже оқыған біліміне байланысты. Себебі кимепті бітірген, MBA деген оқыған, бизнесті кәсіби басқаруды білетін адам. Сіз енді осындай жүйеге келдіңіз, жалпы адамдардың өмірін өзгерткіңіз келді, тек қана жаңа табыс табу емес, рухани тұрғыда да, адамдардың өміріне көмектесу, өміршең болу. Жалпы сіз Қазақстанда осылай өмір сүре отыра, сіз қандай адамдардың бойындағы, орысша айтқан кезде боль дейді ғой, больдарды байқадыңыз мысалға. Сол арқылы енді келдіңіз ғой сіз осы жолға. Негізі мына бизнесқа боль арқылы келген жоқ, мен бұл бизнес енді бір бизнес деп ашайық дедік. Негізі бізде Кореяда партнеріміз келді фильтрдан, сол кісі ұсынды косметиканы, сосын біз мына косметика саласын аштық. Бірақ мына негізі біздің қазір құндылықтарымыз, ол біз мына жолды өте келе пайда болды. Неге десеңіз, мына енді біз Cordial компанияда ол былайда бұл құндылықтар бар негізі. Сол қоғамға пайдалы болу, елге пайдалы болу деген. Ал мына біздің мына сетевой бизнеста мен көбінесе әйел адамдар да. Сол мен байқағаным, досым мырза да әдемі айтты. Негізі әйел адам үйінде бақытты болмаса, ол былай бизнес оған бәрібір мағынасыз да негізі. Ер адамдарға ол кішкене оңай, ал әйел адамдарға ол қатты әсер етеді. Сол мына өкінішке орай қазір мына қоғамда көп отбасылық проблемалар болып жатыр, дұрыс қарым-қатынас жоқ дегендей, біраз өкінішке орай ажырасу деген көбейіп жатыр. Біз қазір соған кішкене болса да бір өзіміз бір бөгет ретінде, сол бөгет болу үшін бір үлесімізді қоссақ, мен ойлаймын, мына біздің жұмысымыз бекер емес. Неге десеңіз, қазір мысалы жаңа досым мырза әдемі айтты, Алла разы болсын. Бізде мына осы 5 жылдың ішінде 8 қыздарымыз тұрмысқа шықты, балалы болып жатыр. Біраз қыздар мына сол жаққа келген, дағдарыста келген негізі. Яғни семьялық қарым-қатынас өте нашар болған. Қазір сол біздің тренингке қатысып, Досам мырзаның тренингіне қатысып, Cordial Clubқа қатысып, мына жерге ортаны көріп, сол отбасыларды сақтап қалды деп айтуға болады. Осындай оқиғаны біз көргенде, осындай оқиғаларды естіген кезде әрине жүрегімде тербенеді, сосын ойлайсың, Аллаға шүкір, босқа жүрген жоқпыз әйтеуір. Сол кішкене болса да мына қоғамға пайдамыз тиіп жатыр дегендей. Сіз жаңа айттыңыз ғой, бірнеше адамдардың өмірі өзгерді деп, мысалға қала бойынша, Қазақстан бойынша сіздердің қаншама партнерларыңыз бар, жұмыс жасап жатқан қыз-келіншектер бар. Жалпы енді сөз кезегін ханымдарға бергім келіп отыр. Жалпы сіздер айта кетсеңіздер, мысалға Жібек ханым, сіздің өміріңіз мысалға осы компанияға келгенге дейін қалай болды жалпы? Cordial Care компаниясына дейін, және де кейін қалай өзгерді өміріңіз? Мен Cordial Care компаниясына 2019 жылы келдім. Ең бірінші партнер болып. Енді оған дейін өзімнің мамандығыммен жұмыс істедім. Енді 4 балам бар. Одан кейін кіші балам дүниеге келгенде 5 жылдай үйде отырдым. Декреттік демалыста. Сол кезде ойлана бастадым. Мысалға әйел адам
5 күн 6 күн офиста отыру деген үйді уже тастадым деген сөз ғой. Сол жағынан қиналып жүргем. Одан кейін жақсы бір өнім іздеп жүргем өзім. Осы қандай өнім қазір пайдалансам жүйелі түрде деп сондай бір өзім ішімде сұрақтарым болып жүрген кезде жаңағы Cordial Care компаниясымен таныстым. Ол кезде компания енді ашылып жатқан кезі Нұриса мырзамен кездесіп, бірінші қатты ұнаған өнім, одан кейін гибкий график. Енді бұл жерде мен әйелдік энергия өте жақсы көтеріледі деп айтам, өйткені сіз үйді де қарай аласыз, балаларға да, одан кейін жұмыс. Енді сол кезде мен өз басым содан бір кайф алам да. Енді бірінші әйел адамға үйдегі отбасының несі ғой енді жағдайы, атмосферасы бәрі жаңағы жолдасым да жұмыстан келгенде демалады, сондай жақсы жағынан, Одан кейін жаңа енді біздің Досан мырза, Нұрса мырза айтып жатыр ғой, бізде жаңа тренингтар өсу жағынан, құндылықтар, осының бәрі керемет жолға қойылған. Біріншіден қазақи орта бұл жерде, Одан кейін әртүрлі мамандықтағы қыз-келіншектер ғой. Бізде енді жігіттер де жұмыс істейді. Олар да өздерінің орындарын тауып, бұл жерде орта біріншіден өте жақсы өсу, Одан кейін табыс, одан кейін бізде әртүрлі жаңағы промоушендар қойылып тұрады. Бұл жерде өз-өзіне дәлелдейсің, былай айтқанда өзіңді бір сатыға көтерілгенде сезінесің. Неге десеңіз, жұмыс істеп жүріп, жаңа промоушен орындалғанда шетелге барасыз. Енді Құдайға шүкір. Қанша елге бардыңыз сіз? Отбасыммен де шетелге шығып жүріп қой, шетелдерді көріп жүрміз қазір, көзіміз ашық. Енді Cordial Care компаниясында мен осы коллективпен, командамен барған кезде басқаша шабыт аламын да ол жерде. Бір-бірімізді шынайы танимыз ана жерде. Командный дух, бір-бірімізді қолдау шетелде енді жүргенде басқаша боламыз да. Энергия былай көтеріліп келеді. Енді жаңа сұрағыңыз қанша елде болды дегенде мен Дубайда болдым, Вьетнамда болдым, Турция, одан кейін Алла берса, енді Катарға барайын деп жатырмыз. Берса, осы сентябрь айының 21-інде ұшамыз. Оның өзі бір керемет энергия, дайындық, эмоция. Сонымен айтарым, бұл компанияда ешқандай өкінбеймін. Мен бірталай өстім, барлық жағынан. Жүрегімде тыныштық бар. Енді өнімді от үйде қолданамыз, жаңа денсаулыққа керекті өнімде бар мысалға, Бұрындары көбінесе қолданып жүрдік қой, енді нарық қазір өте тола, бірандай ең номер 1 деп айталам. Өйткені денсаулықты жақсы қарай жүріп, денсаулық бізге берілген Алладан сый ғой. Мысалға ауырып қалмаудың алдын алу. Барлық бала шағам, туған туысқаным, атамыз, апамыз бәрі енді риза, осы қабылдаймыз. Жалпы жұмыс жасайтын компания деп айтсаңыз болады, Бұл жерде бір қосатыным, Жібек ханым бізде енді басталып қосылған кезде, үлкен қызы бар. Сол кезде енді сол университетті бітірген. Біз ауыз ашарда сол кезде таныстық қызым. Осы былтыр Аллаға шүкір тұрмысқа шықты да, сол бәріміз, осы жыл биыл бәріміз компаниямызбен бірге барып, сол тойына қатысып, бір отбасы болдық. Сосын жаңа шетелге барады деді ғой, біз шетелде жүрсек, енді білмеймін, енді Алла тағаланың хикметі бар шығар. Гид, біз неше түрлі мемлекетте болдық қой, Дубайда да болдық, Түркияда да болдық, Умрада да болдық. Гид менен сұрайды, сендер бір отбасысыңдар ма дейді. Дедіңіз. Сондай бір жаңағы достық, қарым-қатынас, бұл жерде барлық нәрсені нығаяды. Әйгерім ханым, сізде жалпы қандай өзгерістер болды? Сіз қандай құндылық ала білдіңіз бұл жерден? Мен енді Жібек ханым мен Қайнар ханым жанында өте жас компания менеджермін. Келгеніме компанияға 1 жыл болды. Енді айтады ғой, Алла тағаладан не сұрасаң, соны береді деп, жолында өзі көрсетеді деп. Досан мырза үйреткендей, А точка мен Б точканың арасында артқа қарап білесің, қалай сен бұл компанияға келгенін. Негізі бұл компанияға мен өзімнің жаңағы боліммен келгем, маған уход керек болды өзіме. Әйел адам болған соң әртүрлі косметиканы қолданып көресің, біреуі
келеді, біреу бір косметика келмейді. Сөйтіп мен өзім уходты қолданып көріп, маған сапасы қатты ұнады өзіме. Одан кейін қызығушылық пайда бола бастады. Бұл қандай компания деп. Шыны керек, мен өзім қызығушылығымен жаңағы сабақтарға келе бастадым. Сөйтіп Динара Маратқызынан сабағына келдім. Бірінші сабағын өттім. Сол кезінде менде көп сұрақтар болды. Бірақ мен ондай компания құндылықсыз сатып, көп нәрсені біз сатып аламыз ғой. Ал сен сатып ала алмайтын құндылықты беріп тұрғанда компания, сенің ойын өзгереді екен. Сосын мынандай, біз әйел адам ақша табамыз, бірақ шаршап қаламыз. Себебі біз ақша тауып жатқан жерімізден бізге керекті құндылықтар берілмейді. Ол жұмыстан ұзақ уақыт жүргіміз келмейді, кеткіміз келіп тұрады. Компанияның тұрақтылығы да қазіргі осы уақытта істеп жатқан, жұмыс жасап жатқан келіншектер, ханымдар да себебі олар ақшадан бөлек өзіне рухани даму, тұлғалық құндылықты алып жатыр. Сол себепті бір табыс басын енді көріп жатқан ханымдар, олар біздің сабақтардан, психологиялық сабақтардан, тренингтан, тимбилдингтан қалмай келеді. Себебі оларды шабыттандырады. Шабыт деген керемет зат қой. Шабыт деген ол бізді таңертең азанда тұрғызатын, адамдармен сөйлеттіретін, күлдіретін, бастапқы айтатын затын. Мынау компанияға келгелі, мен өзім бұл компанияға дейін розничный торговляда едім. Кішкене мүлдем бөлек розничный торговля деген, енді ол жерде сенде зат бар қолында, сен сатуың керек деген сияқты да. Біздің компанияның үйрететін заты шынайылық. Мысалы, сіз зат ұсынсаңыз да, услугаңызды ұсынсаңыз да, шынайы ұсынасыз да, себебі ол өнімде сіздің беріп жатқан ақпаратыңызда пайда тигізеді. Бір сіз мынандай ғой, компанияның өзі құндылығы сіз арқылы басқа өзге әйел өзіне керекті қажеттілігін алады. Ол табыс болсын, ол даму болсын, рухани өсу болсын, қоғаммен бір пайдасы все равно өтеді, тиеді. Беретін зат өте көп та. Мен мысалы компания туралы айтатын болсам, мен бір ауыз сөзбен айтам. Сіз келіңіз, көріңіз, себебі компания беруші компания деймін да. Ар жағында сұрақ кетеді. Не береді компания? Сон сұрақтар кетеді ғой. Көбісінің енді ойлайтыны бірінші қаржылық жағдай. Мен айтам, қаржылық жағдайыңызды міндетті түрде күшті қылып жөндеп аласыз. Бірақ сіз қаржылық жағдайымды жөндеймін деп жүріп, компанияға келіп, сіз баға жетпес, наоборот, құны жоқ өзіңізге құндылықты аласыз деймін да. Дамушы орта аласыз. Дамушы орта аласыз деймін. Сондықтан вообще не сомневайтесь, ханымдар келіңіздер деп, жан даусымыз шырқырайды ғой. Себебі сіз білесіз ба, өзіңіз өзгеріске ұшырасаңыз, дамысаңыз, енді мен өзім жайлы айтайын, 1 жыл көлемі, бір жыл көлемінде әйел ретінде, ана ретінде, мен де бір отбасының қызымын. Келіншек болып отырмын, ана отырып, өзіңді дамыта біліп, плюс еще табысыңды да еселеп отырсан, сен оны өзің істеп отырғаннан кейін жанындағы туған, туыс, жақындардың бәріне тура сол затты сыйлағың келеді. Жолдасыңыздың көзқарасы өзгеріп кетті? Жолдасым көзқарасы, өзгерді. Жолдасым қарым-қатынас нығайды. Қарым-қатынас өте керемет. Жолдасым мені 100% қолдайды. Жұмысымда әрқашанда риза болып тұрады. Себебі жолдасым өзі маған айтты. Басында түсінбедім едім деп айтқан жоқ. Бірақ мен сенің қазір осы жұмыста, компанияда осындай жұмыс атқарып жатқаннан мен ризамын деді. Мен ойлаймын, басқа сөз керек емес ер азаматтан. Тағы да кейстер болса бөлісе отырамыз. Қайнар ханым, жалпы сіздің келуіңіз қалай болды? Жалпы сіз қандай құндылық ала білдіңіз бұл жерден? Осы компанияда келгеніме 1,5 жыл болды. Директор статусында жұмыс жасап жатырмын. Менің келуім
жаңағы Жібек ханым айтқандай, енді бәріміз ана болғаннан кейін, менде де 4 бала бар. Үйде жаңағы дипломымыз бар, бірақ жұмысқа шыға алмадық. Туыс-туғанымыз, мен өзім Қытайдан келгем. 2003-те келдім, 21 жыл болды міне, Аллаға шүкір. Сол кезде кішкентай қыз күнімізде арман қуып, осы жерде оқимыз деп келгенбіз. Соменен ата-анамыз, туыс-туғанымыз жоқ болғаннан кейін, біз енді жаңағы баланы қарататын адам болмады. Енді дипломменен отырып жұмысқа табыстап бол, ол адамға ауыр тиді. Сол кезде мен іздене бастадым. Сол арқылы мен алғаш 2009-да сетевой бизнеске келген едім. Сол кезде жаңа кім Айгерім ғана айтпақшы, жолдастарымыз қарсы болды, неге кіріп кеттің, бұл не деген сияқты. Бірақ мен өзім көзім жетті да, бұл сетевой бизнесте адам дамитынын. Ары қарай табыс тауып, қосымша жолдасыңызға көмек себепкер болатыныңызды түсіндім. Сол арқылы содан бастағаннан міне қазір 16 жыл уақыт болыпты. Мен осы Cordial Care компаниясына 2023-тің көктем айында, наурыз айында келдім. Қалай дегенде, сіңілім болған, осы компанияда істеп жүрген, мен ол кезде істеп жүрген басқа кәсібім бар. Ол кісі маған қызықтырды. Ешкім айтса да мен ешқай жерге бармайтынмын, сол жерде жүретінмін, тұрақтап істейтінмін. Сол кезде ол айтты да, мені умрамен қызықтырды. Қайнар, сен намаз дедің ғой, біз жаққа умра қойылды, келсейші деді. Мен ойланған жоқпын, тура тойда отырып естіген едім. Сол жерде бастап кеттім ғой. Тойда отырған жерінен шын ба дедім да, бірден кісілерге ақпарат беріп, косметиканы таныстырып, сол жерде істеп кеттім. Барып келдіңіз ғой умраға? Иә, сол 2023-тің наурыз айында, жаңағы ораз айында біз осы Нұрғиса мырзамен алғаш рет сол сапарда болдық. Енді Нұрғиса мырза осы 1,5 жылдың ішінде 100 адамның умраға баруына себепкер болып отыр. Енді мен де енді қазіргі арманым сол жаңағы кем дегенде 50 адам ба, одан да аз адам бола ма, әйтеуір сол кісілердің умраға баруына, қасиетті жерді көруге себепкер болсам деген өзім арманым осы компанияда жүру. Ал енді біз енді осы салада жүргенде... Қалай өзгердіңіз, мысалы, компанияға келгенге дейін, және компанияны жүріп, мысалға, сіздерде дамушы орта бар, тұрақты өсу бар, наставниктеріңіз бар, басшыларыңыз бар, жалпы. Қалай өзгерді өміріңіз? Ең бастысы менде имандылыққа деген не артты, иманға сенім артты. Бұрын енді жаңа сетевойда жүріп, ортада базарға да автобик болып киім сатып жұмыс істедім. Сол кездерде әйел адам тек қана өз орнынан ауытқып, жаңағы ақша деп жүгіре беретін болса, өмірінде тыныштық кететінін, жүрек ауыратына, жүрекке ештеңе жетіспейді, ақша, дүние, машина, үй деп қуалай бердік. Да сол кезде біз осы Досан мырзамен таныстық, тағы бір сол неде жүрген кезде. Бұл кісінің тренингіне қатысып, енді осы ортаға да себепкер болып таныстыруларына, Нұрғиса мырзаға компанияға келуіне мүмкін енді Алла солай қалаған шығар енді. Себепкер болдым. Соған да қуанам. Бұл енді бұл ортаға келген кезде адам өзгереді. Ең басты жүрек тыныштығын табады ғой. Егерде бір адам бір ортаға жұмыс істеген кезде оны Алланы еске алатын жұмыс болмаса дейді, ол жерде қайыр берекет жоқ дейді. Біз ең бастысы бұл жерде адамның жүрегіне қалай тыныштық табу. Яғни, егерде адам өзінің ішіндегі өкпе ренішпенен қаншама жаңағы, мысалы мен 40 жаста болсам, 40 жасқа дейінгі өкпе ренішпен жеп алған установкаларын тазаламайынша, ол адам жаңа ақпаратты бойына кіргізе алмайды. Жаңадан өмір салтын ұстана алмайды. Сол себепті компанияның 3 құндылығы бар да, мысалы қарап отырсаңыз, ошақтың үш бұты дейміз ғой, жаңа құлап қалмау үшін, бір нәрсе тиянақтап тұру үшін 3 бұт. Соның біреуі өнім, екіншісі табыс, үшіншіден орта. Өнім бренд, өте жақсы косметикалар, жаңағы ұялмай сата аласыз, әлемдік бүткіл GMP сертификатына дейін алған. Екіншіден жаңағы табыста да өте жақсы табыс табамыз. Біздің жерге келіп жақсы табыстар тауып жатырмын. 1 жылда мен 7 саяхат ұтып алдым. Соның біріншісі жаңағы компанияға келе сап умра саяхаты. Одан кейін енді Корея косметикасы болғаннан кейін ең соңғы барып келгеніміз Корея елінде, Сеулде барып келдік. Адам бір мемлекетті көру, бір өмір артқа қалдырғанмен бірдей ғой. Ол жерде сіз өміріңіздің қалай өзгерді деген сұрағыңызға 7 елді көріп келсеңіз қалай боласыз? Әрине, адам бұл ортаның маңыздылығы тек қана немес қой. Онлайн білім алу емес. Қарап тұрсаңыз, біз 2020-да мен алғаш карантин басталғанда онлайн білім алып бастадым. Құр лекция, 1 сағат біреудің аузына қарап отырасың, ал енді Ал бұл жерде кәдімгі Досан мырзаның өзінің жүргізетін тренингтері бар, Нұрғиса мырзамен тікелей байланысқа шығуға болады. Солай жұмыс жасап, офлайн арқылы, энергия дейді, байланыс арқылы. Сол байланысты алуға болады да. Нұрғиса мырза, сіз жалпы жаңа тұрақты түрде жаймен даму деп қалдыңыз. Сіздер осы түрін таңдадыңыздар.
жалпы компанияда бас салып мысалы табыс тауып кетесіздер немесе бірден дамып кетесіздер деп сіздер уәде бермейсіздер осы түрін таңдадыңыз. Және де Досан мырзаға қоятын сұрағым, Досан мырза жалпы адамдар қазіргі таңда бірден табыс тапқысы келеді мысалға оған не себеп? Ол жол жаңағы үлкен бір құлататын жол емес пе? Сол жайында жаңағы көрермендерге айта кетсеңіз жалпы. Өте керемет сұрақ. Негізінен нәрсе ғой. Енді мен тренинг беріп жүрмін. Мен нәрсе. Содан байқағаным, тренинг бергендегі байқағаным. Біздегі 90% халықтың 90% негізі бала позициясында. Инфантильная позиция по отношению к жизни. Бірінші сіз соны үйретесіз компанияға келген адамдарға. Не үшін сіздің сұрағыңыз да? Не үшін адамдар оңай, жеңіл табыс қалайды? Себебі 90% біздің халықтың 80% 90% бала позициясында. Яғни адамдар 40 жаста болуы мүмкін, 50 жаста болуы мүмкін, 60 жаста, бірақ ішкі несі есеймеген да, ішкі баласы есеймеген. Бала нені қалайды? Мысалға, бала нені қалайды? Оңай, жеңіл, көп ақшаны бірден табуды қалайды. И содан кейін не үшін біздің халық пирамидаларға алданып қалып жатыр? Пирамидалар түрлі жаңағыдай түрлі күмәнді ақша табу схемаларына алданып қалып жатыр. Мысалға, себебі бала ғана бар оқады, бала ғана былай ойлайды. Мен ақшаны оңай, жеңіл, көп және бірден тапсам деп қана ойлайды. Ал ересек адам түсінеді, кез келген ақша табатын табысқа адам не істеу керек? Маңдай терін төгу керек та, яғни сол салада білікті болу керек, сол салада еңбек жасау керек, сол сала арқылы, еңбек арқылы адамдарға құндылық беру керек, пайдалық келу керек, пайдалы болу керек. Сол кезде сол арқылы ақша табады. Солай тапқан ақшаның берекесі болады. Мейлі, ананда мен сізге айтайын, 10 адамнан сұраңыз, солай ақша тапқан адамның 10 адамнан сұраңыз, сол ақшаны не істедің десеңіз, сол ақшаның қайда кеткенін білмейді, қалай кетіп қалғанын білмейді. Себебі олай келген ақшаның берекесі болмайды. Абай айтады, еңбекпен табылған мал дейді, құмға сіңген судай жоқ болады дейді. Еңбексіз табылған мал, Абай айтады, Абай хакім, еңбексіз табылған мал құмға сіңген судай тез жоғалады дейді. Тез жоғалады дейді. Жоқса еңбекпен сіңір. Сол себептен адамдар тез табыс деген нәрсеге алданып қалады. Себебі өздері бірінші кезекте жауапты, кінәлі емес жауапты, себебі өздері оңай, жеңіл, кішкентай бала сияқты оңай, жеңіл, бірден көп тапқысы келеді. Шын мәнінде де адам белгілі бір салада өсу керек, іштей өсу керек. Мысалға, ханымдар айтып отыр да, біз бірінші кезекте іштей өстік деп отыр да. Іштей өскеннен кейін ол табысты сонымен қатар өскен кезде ол экологичный рост дейді, экологиялық түрде, табиғи түрде өседі, ішкі дүниесі де өседі, сыртқы дүниесі де қаржылық, оның қаржы деген не ол? Ақша деген не ол? Сенің ішкі мазмұныңа нарықтың беріп жатқан кері байланысы. Сен қанша тұратыныңды нарық айтып отыр саған. Сен ішіңді өсірдің да. Сол кезде сенің ішің мысалға да миллион теңге өсті, сен нарықта сонда миллион теңге кері байланыс бергенде ол табылған табысыңның берекесі болады. Балаларың оның дәмін татып, берекелі жейді онан ше. Солай. Содан кейін тағы да бағана сұрағыңызға кішкене қысқа жауап. Не үшін бұл жақта олай дамып жатыр да, ол компания олай дамып жатыр. Себебі бірінші кезекте ол кәсіби бизнес басқару бар. Екіншіден жаңағы мына нәрсе да, адамға жалпы даму үшін, сіздің аудиторияңыз дамығысы келіп жүрген адамдар ғой, жалпы адамға даму үшін 3 нәрсе керек та, міндетті түрде үздіксіз керек ол. Ұстаз керек, или наставник дейді. Ұстаз жаңағыдай сенің алдыңда сен жүріп өткен, сен барғың келетін нысанаға барып қойған адам, сол жолды жүріп өткен адам, ұстаз. Одан кейін екінші керек адам, ол керек нәрсе ол орта. Дамушы орта. Адамдар мысалға да ханымдар бар ғой, біздің ханымдар көп адамдарды өз дамығысы келеді да, бірақ не істейді, біраз уақыттан кейін мотивациясы өтіп қалады, энергиясы өтіп қалады, содан кейін жүйесіздікке ұрылады да. Ал екінші адам ал орта керек. Ал орта не істейді? Орта негізі ерік жерден де күшті. Сенің ортада не мықты болып саналады, не жақсы болып саналады, адам соны жасай бастайды. Мына ортада, мына ханымдардың ортасында, осы компанияның ортасында не мықты болып саналады? Өзіңмен гармонияда өмір сүру, үндестікте өмір сүру, бақытты болу, ішкі күйің, ішкі халің жоғары дәрежеде берекеде болу, отбасымен қарым-қатынас дұрыс жасау, күйіңмен қарым-қатынас дұрыс жасау, бақытты өмір сүру. Ал Марғұлан айтады, бақытты адамда ішкі бірінші бақыт деген сезім керек та. Бақытты адамдардың бәрі табысты адамдардың бәрі бақытты емес. Бұл ортада сол мықты болып саналады. Яғни бақытты болу бірінші кезекте, үндестікте, әйел энергиясымен толысып жүру, ресурсный болу.
Одан кейін екінші нәрсе бұл кісілерде кәсібилік, шынайылық, айтады, ханымдар айтады, шынайылық бізде, шынайы нәрсені ұсынамыз деген сияқты да. Шынайылық, кәсібилік, кәсібиліктілік. Одан кейін саяхаттау, бірге даму, үнемі жаңағыдай, не айтады ғой, бір орталар бар, өсекті талқылайды, өсек айтады, бір орталар бар, ұлы идеялар туралы талқылайды дейді. Сіз ұлы идеялар талқылайтын ортада болсаңыз, ұлы идеялар талқылайтын адам боласыз. Өсек талқылайтын адам болсың, өсек талқылайтын адам болсың. Бұл жақта ұлы идеялар, ұлы армандар, саяхаттар. Саяхаттағы келген адамдар ойлайды, негізі айтамын, бұл кісі компания Қазақстанда ең көп саяхаттайтын компания. 7 рет барып, мысалға бір адамдар 7 рет, жылына бір 7 рет саяхаттап келіп жатқан адамдар, 4 рет, 3 рет кемінде деген сияқты. Одан кейін орта, одан кейін білім, актуалды білім, өзекті білім. Нарықта қазір ақша алып келіп тұрған білім. Нарықта қазір дамыған инструменттер да. Енді бір кезекте біздегі жұмыс істейтін, мен мысалға тренинг өткен кезде бұл компания не өтеміз. Бірінші кезекте бүкіл мысалға көріңіз, не үшін қазір бәрі ханымдардың сұрады, егер историяларын мұқият тыңдаған болсаңыз, бірінші айтқан мен ішкі состояниені реттедім, өзімді реттедім, содан табысым ілесіп келді деп жатыр да. Бірінші кезекте негізінен адам ішкі состояниесін реттеген кезде, халін реттеген кезде, содан адам өз-өзін тыңдай бастайды, өз-өзін не керек екенін тыңдай бастайды, өзінің мықты қабілеттерін біле бастайды. Сөйтіп өзімен гармонияға келсе, ішкі ресурсқа энергияға толады. Ішкі ресурсқа энергия толған кезде уже ақша табады. Яғни біз бірінші кезекте ол ішкі ресурстар. И содан ең бастысы әлем негізінен берекеге толы ғой, дұрыс па? Әлем изобильный да. Алла тағала бір нәрсені жаратқан кезде кем-кетік қылып, жетпейтін қылып жаратып қойған жоқ. Бәрін асты төкті, үйіп төгіп, берекеде жаратты. Бәрі жететті, бәрі жеткілікті. Оны біз шектейтін, шексіз әлем шектейтін, біз тек қана санамызбен шектейміз да. Бірінші кезекте өзінің санасындағы шектеулерді алған кезде, ол ханымдар анау изобильный әлемге қосылып, соның табыстарын не батыр да. Яғни біз сол нәрсемен жұмыс істейміз. Одан кейін содан Нұрғиса мырза өзінің менторлық курсы бар. Ол жерде кәсіби инструменттер бар жасайды. Кәсіби инструменттер. Содан кейін маркетинг жағынан командамен жұмыс, ең басты кезекте көшбасшылық. Кім негізінен өмірде бақытты өмір сүреді? Көшбасшы адам. Көшбасшы адам деген кім ол? Өз өміріне жауапкершілікті тізгінді алған адам. Сол нәрсені үйретеді. Одан кейін жүйелі түрде апта сайын екі ханым, мысалы әйел Динара Маратқызы, содан Ботагөз ханым қосылыпты. Олар уже әйелдің жаңағыдай психологиясы, отбасы психологиясы, ер азамат психологиясы деген сабақтардан жүйелі түрде сабақтар беріп тұрады. Сол кезде қарап отырсаңыздар, бұл компанияның ерекшелігі, негізінен айтамын, даже ойлаймын, бұл компания өзі де біліп те білмей, уникальный дейді ғой, өте ерекше, өте дара оқыту жүйесін, адамдар трансформациялайтын оқыту жүйесін ойлап тапқанында өздері білмейді да, ғажап нәрсені жасап отыр. Мен ойлаймын, бұндай компания жаңағыдай түрік үлкен миллиардер айтқандай, бұндай компаниялардың өміршең болуын Алланың өзі құзырына алады. Қазір бізде кішкене ғана интеграция. Мен сіздерге айта кетейін деп едім. Біздің бағдарламамыз әрмен қарай жалғасады. Құрметті эксперт немесе кәсіпкер, сіз өзіңіздің эксперттілігіңіз немесе кәсібіңіз жайында айтып сұхбат бергіңіз келсе, мен қазір төменге номер қоямын. Сол номерге хабарлассаңыз болады. Сізге де осындай арнайы эксперттілігіңіз және кәсібіңіз жайында біз подкаст дайындап бере аламыз. Жаңа сіз тұрақты даму деп айтып қалдыңыз, Нұрғиса мырза, мысалға сіздің де командаңызға көптеген адамдар келеді, кетіп жатуы да мүмкін, адамдардың сол бір тұрақты табандап істей алмауының себебі неде? Мысалға сіз өзіңіз де менторсыз, бақылап жүрсіз осы жағдайда. Рахмет, әдемі сұрақ. Негізі былай ғой, қазір біздің қоғамда әлеуметтік желіде сол қалыптасқанда хайп деген нәрсе бар да. Егер бір жерде бір хайп шықса, адамдар соған тобырсақты жүгіріп кетеді да. Бірақ нәтижесінде бәрібір ұрынады. Неге десеңіз, хайп деген ол қысқа мерзімді да. Соны жерде кім бірінші қосылады, сол ұтады да. Ал қалғандар бәрі ұтылады. Ал біздің айтып отқанымыз, біздің мақсатымыз негізі барлығына бізге қосылған әріптестер бәрі ұту керек. Вин-вин дейді ғой. Біз сол схеманы ұстанып отырдық та. Сосын жаңа біздің ерекшелігіміз мынандай да, мысалы, біздің менторлық курста біз тек қана сабақ бермей, біз бірге бір табиғатқа шығамыз. Осы жақын арада пейнтбол деген бар ғой. Иә. Негізі әдемі болды. Әйел адамдар ол ерекше қызық қой негізі. Мен сол біз барған кезде былай қарадым да.
сол кезде маған иә сол жерде маған былай деді да қыздар, жақсы күшті керемет инсайттар болды. Біраз қыздар айтты да, біз балалық арманымызды орындадық дейді да. Бұл ең ана психология турда кім Досан мырза біледі, адамға негізі сол балалық арман орындаса, сол кезде патология ашылады да негізі. Себебі ол балалық арманына жете алмай, көбінесе адам не үшін арманға жете алмайды? Себебі кезінде ана балалық арман біреу жауып тастады ғой, немесе ол орындалды. Ол болды, сол миынан уже сөйтіп қалып тастады, значит мен арманға жете алмаймын деген сияқты да. Ал егер де ол соның патологияны ашса, ол уже мүмкін, бәрі мүмкін деп сенеді өзі. Мына жерде түп санасы ашылады да. Сол маған күшті сондай инсайт болды. Қыздардың өздері айтып отыр, біз бұрын ойымызға мына сыймаған нәрсе істеп жатырық дейді да. Сол мына военный киім киіп, кәдімгі атып жүріп дегенде күшті болды. Айтайын дегенім осы, біздің мына тек қана мына оқу дәптер емес, бізде табиғатқа шыққанбыз, неше түрлі боулингта да болдық, боулингқа көрдік. Бір үлкен кісі бар бізде. Ол сол кезде маған осы есте сақтап қалған. Таңнұр ханым айтты, былай деді. Нұрықсан мырза дейді, мен осының алдында ешқашан осылай бөлек коллективпен осылай ойнап, бала сияқты ойнаған жоқпын дейді. Менде өмірде бірінші рет болып тұр дейді. Мен өзімді осыға қатысып бала ретінде санап жүрмін, бақытты болып санап жүрмін дейді. Болды. Сосын қазір қараңыз, сондай біз мысалы ана сабақ береміз, ойнатамыз. Қазір мысалы ол кісі бұрын өзіне келді, сенімсіздік болды. Қатты өзі сенімсіз болды. А қазір мысалы жаңа азанда келген офисқа. Қазір 3-4 адам уже командасына қосып жатыр. Мысалы, иә. Сенімділік бересіздер адамдарға, жаңағы орысша айтқан дух дейді ғой, сен қолыңнан келеді, балалық армандарын орындауға мұрсат бересіздер. Жалпы жақсы екен орталарың жалпы даму ретінде. Бізде мысалға компания өте жас қой. Содан жылына бір рет біз үлкен форумдар жасап тұрамыз. Енді керемет деңгейде өтеді. Жақсы, бәрімізге ұнайды. Сол жерде бізде жаңағы лотереялар болды. Енді мен өз басым 3 лотерея өттім. 3 форумда. Күштегенсіз, жылда саяхатқа барасыз, лотерея өтасыз. Иә, бірінші жаңағы ұтқан лотереямда Вьетнамға саяхат ұтып алдым. Туған бауырымды апардым өзімен бірге. Компания бәрін төлеп, жаңағы ұшатын самолетіміз, жататын жеріміз бәр. Оның өзі бір үлкен бақыт қой мысалға. Осы жерде армандар орындалады дегенге прям мен 100%, 100% қосылам, сенімдімін. Өз басымнан өтті, сезіндім, я. Екінші саяхатты, екінші форумда умраға ұтып алдым. Мен енді ол жерде ұтайыншы деп барған жоқпын. Өзі сол не шыққан кезде, менің жаңағы лотереяның билет шыққан кезде, Нұриса мырзаның өзі маған таң қалып, қасына енді билетті беріп жатыр ғой, сертификатты. Қасына барған кезде ол кісі айтып жатыр да маған, Жібек ханым, сіз қалай ұтып жатсыз деп. Сол кезде мен бірінші ойыма келгені, маған Алла беріп жатыр деппін ғой. Сол бірінші сөзім солай болды. Өйткені энергия өте жоғарыда, жоғары жүресің да бұл жерде. Өткен адамдарға пайдан тиіп жатыр, біріншіден миссиямыз, ортамыз керемет. Енді жақсы энергия көтеріліп ана жерде жақсы жүрген кезде ондай лотерея ұту ондай болып тұрады екен. Соған сендім, я. Үшінші лотереям Астана қаласында форумға бардық. Былай тіледім, мен самолетпен баратқанда, командаммен, қыздармен бара жатырық қой енді. Жаңа статусымды айтпаппын ғой, директор статусындамын. Бізде енді бірнеше директорлар бар, менеджерлар бар, солай статустарымыз өсіп отырады да, жұмыс істегеніне қарай. Соны өзім ойладым, мен командамнан қыздар ұтса екен бүгін жақсы сыйлықтарды деп, солай ойладым, я. Одан кейін форум басталды, болып жатыр, жаңа спикер ретінде өзім жаңағы ортаға шығып сөйледім. Одан кейін орныма келіп отырғанда лотерея ойнатылып жатыр. Мен өзім сотқа қарап сөйтіп жатқан кезде менің номерім айтылып жатыр ғой ана жерде. Енді бір шетінен сенбеймін да, қайтадан қарасам мен номерім 3-ші рет пылесос ұттым. Жаңағы Сирена деген пылесос, моющий дейді ғой. Үйге ең керекті біздің көмекшіміз әйел адамдардың. Содан кейін енді не сенерімді енді шүкіршілік айтып, ол жерде Нұриса мырза тағы ана жерде күліп қарап тұрды енді маған. Қалай сіз ұтып жатсыз деген сияқты. Сөйтіп отырған кезде мен командамнан Гүлнар ханым бар бізде. Өзі
Гүлнар ханым енді жұмысы да бар, қосымша алып жүр осы компания. Өте мықты кісі. Сол кісінің номер шыққан кезде ана кісі бала сияқты мына орнынан секіріп тұр. Сондай керемет нәрселер болды, армандар орындалады. Оған сене білу керек, өзін ішкі жаңағы жан дүниемен жасап жатқан жұмысынмен бәрін байланыстырсаң, бұл жерде отбасы да бар, бәрі бар, гармония болған кезде адам бақытты. Адам өседі, иә? Өседі, бақытты. Жалпы жаңа тұрақтылыққа байланысты, мына компания, ана табыс, мына бизнес деп секіріп кететін адамдар бар да, жаңағыдай. Тұрақтылықтың пайдасын айта кетсеңіз сіз өзіңіз тренер ретінде. Негізінен мен Давлат ұстазым, Саярмұрат Давлатов деген кісі. Бұл кісі айтады, медленно, үнемі айтады шәкірттеріне. Біз шәкірт адам баласынан да, адам баласы жалпы шыдамсызды ғой. Бірден бәрін, бірден алғысы келеді, және көп алғысы келеді. Ол негізі бала, адам піспегенін көрсетті, бала адам, бала. Ешқандай бала позициясында адам. Негізі ол кісі айтады, шәкірттеріне үнемі айтатын сөзі, үнемі жаңағы бүйтеді. Мен асығып атсам, басқа шәкірттер айтады, медленно и верно это есть быстро. Медленно и верно это есть быстро деп мантра сияқты қайталайды, айтады. Және де, яғни сен асықпай, бірақ тұрақ түрде, жүйелі түрде сен дамысаң, нағыз жылдамдық деген сол. Нағыз тез даму деген сол. Сол жақта адам негізінен бір салада жемісін көру үшін адам ғалымдар орта есеппен шығарған 3 жыл сол салада сол салаға өзін арнау керек. Адамдардың сол шыдам жетпейді, басын шалады, содан кейін ой деп нәтиже шықпады ғой дейді, келесі салаға секіре береді. Сөйтіп ол бір салада керемет маман болып, бір салада керемет мастер болып, шебер болып қалыптаспайды. Негізінен дамудың өзі жалпы несі бар? Сатылар бар да негізден. Белгілі бір салаға келген кезде сен жаңадан бастаған адамсың да, дилетант дейді да, дилетант. Жаңадан бастаған кәсіби жас мамансың. Одан кейін біраз 3 жыл жұмыс істеген сен ол салада профессионал боласың, кәсіби маман боласың. Одан кейін ары қарай жұмыс істей беретін болса, и содан көп адам негізінен 90% адам кәсіби маманы болғаннан кейін сол жерді тастап кетеді. Адам кәсіби маман болады, и ол кезде айтады, ең негізі нарықтағы кәсіби маман, ортада кәсіби маман, нарықтағы орта табыс табады да, мысалы 500 мың, 300 мың деген сияқты. И ол алады да, мына табысым маған жетпей жатыр дейді да, содан кейін әртүрлі жаңа нелерді ести бастайды. Әртүрлі ұсыныстарды, ойбай, мына жаққа барсаң батпан өрік, мына жаққа барсаң алтынға батасың деген сияқты. Сөйтеді ана адам, мына жақта уже маман ғой, ол ары қарай жалғастырса шеберге айналады да. Жоқ дейді, алады да қайтадан басқа салаға кетіп қалады, и басқа салада қайтадан кім болады, нөлден бастайды, жаңа жас маман болады, дилетант болады. И одан кейін сөйтіп сол кругпен айналып, сол шеңберде бүйтіп айналып жүреді. Яғни өмірінде сол нақты бір нәтижеге жетпейді да. Ал адам мына жерде не болды, кәсіби маман болды, одан кейін шебер деген саты бар, одан кейін виртуоз деген саты бар да. Шебер болғаннан кейін и виртуоз болғаннан кейін сен нарықта шебер мен виртуоз, нарықта наған бар ғой, кәсіби маманға нарық ақшаны беретін болса, нарық оған айлық тағайындайтын болса, шебер мен виртуоз болған кезде шебер мен виртуоз нарық айлықты өз-өзіне тағайындай бастайды. Табысты өз-өзіне тағайындайды. Нарықтан өзі қалаған ақшасын айтады. Сіздің услугаңыз қанша дейді да, или сіздің жаңағыдай командаңызда болу қанша деп айтса айтады. Мен командамда болу осынша деп айтады да. Ол кез келген адам сол кез келген сумманы төлеуге дайын болады. И және де ол ежелден сондай да, ежелден дейді да, анау шеберлер мен виртуоздарды Шыңғыс хан сияқты қолбасшылар, Александр Македонский сияқты қолбасшылар бір қаланы жаулап алған кезде кімдерді өлтірмеген дейді? Сондай адам. Иә, сондай шеберлерді өлтірмеген. Себебі шеберлер қай заманда виртуоздар мен шеберлер қай заманда да қажетті адамдар бұл нарыққа. Негізінен айтады, бұл негізінен қарасаңыз, бұл әлем негізі Алланың заңдылықтарымен өмір сүреді да. Мысалға да қарап отырсаңыз, күн пайдалы болғаннан кейін тұр да. Талдар пайдалы болғаннан кейін өмір сүреді. Шөп пайдалы, басқаларға пайдалы болады да. Күн өз шуағын өзі шомылмайды. Өзен өз шуағын, өзінің суына өзі қоректенбейді. Тал жемісін өзі жемейді да. Бәрі беруші да, бәрі беріп жатыр да. И содан кейін олар неғани беріп жатқан, олар пайдалы да. Бұл нарықта кімдер қалады? Бұл нарықта пайдалы адамдар ғана қалады. Яғни сен бұл нарықта өмір сүрудің, бұл нарықта өсудің, өркендеудің бірақ жолы ол пайдалы болу.
берушілердің қатарында болу. Сіздер тренингте сол нәрсені үйретесіздер. Сол нәрсені үйреткен кезде Cordial дұрыс компаниясына. құндылықтар сіңіргеннен кейін адамдар уже көрдіңіз ба, адамдар даже өйткен адамның энергетикасы, аурасы жеңіл болады да, энергетикасы адам аурасы жеңіл болады, адам поток дейді ғой, состояние потока будет жить дейді ғой. Адам ағым күйінде өмір сүреді. Ағым күйінде өмір сүрген кезде жаңағыдай сенің өмірдегі қалауларың былай тез орындала бастайды. Потому что сенің аураң дұрыс та. Періштелер әумин деді деген нәрсе болады ғой. Адам сондай состояние. Бір одан ойлайды, и сол нәрсе ол өмірінде болып жатады да. Өзі таңғалып жатады. Әрине ол ең бастысы адам ішкі күйін реттегеннен кейін. Ішкі күй көтерілгеннен кейін. Ішкі күй көтерілген адамның айтады, ғалымдар айтады, вибрация дейді да. Адам вибрациясы көтеріледі. Алламен тез байланысады. Арман тілектері, мақсаттары тез орындалады. Сіздер де жаңа айтып кеттіңіздер, қаншама кейстер, қанша нәрсе өттіңіздер, мысалы шетелге шықтыңыздар, күйеулеріңізбен қарым-қатынастарыңыз жақсарып кетті деген сияқты, жалпы. Және де ең бастысы сондай вибрацияда болуыңа сен орта әсер етеді. Сен өзің керемет ғажайып күйде жүрсің, бірақ ортаң бар ғой, ортаңның ішкі күйі төмен, айтатын өсек, айтатын қыжылдар, бір-біріне өкпереніш, негатив болса да сен сол орта сорып кетеді негізі. Анау айтады ғой, анда феномен бар ғой, банка соленых огурцов. Яғни банкада өңкей тұздалған қиярлар болса, оған жасыл қияр салсаңыз, біраз уақыттан тұздалған қиярға айналады. Сол жақта да егер негативизм болса, сенің ортаң негативке тола болатын болса, сен де біраз уақыттан кейін сен позитивпен өмір сүретін адам болсаң да, негативпен өмір сүретін адамға қалай айналып кеткенін білмей қаласың. Түсінікті. Жалпы өзгеріп жатқандарыңызды, қаншама өзгерістер, қаншама партнерларыңыз бар Қазақстан бойынша, сол бойынша айтып жатырсыздар. Жалпы енді Нұрғиса мырза, сіз де айта кетсеңіз, мысалға басқа қалалардағы адамдармен қалай жұмыс жасап жатырсыздар? Қанша лидерлеріңіз бар, командаларыңызда қаншама адамдар бар, сол жайында ақпарат бере кетсеңіз. Қазір бізде, Аллаға шүкір, 7800-дей базада тіркелген әріптестер. Бірақ енді нақты істеп жатқаны бір лидерлердің саны бір 300-400-дей. Қалғандары өздеріне алып деген дейді. Ал нақты осы кәсіби түрде 300-400 адамды істеп жатыр. Басқа қалада, мысалы бізде Астанада біраз жақсы команда жиналып жатыр. Шымкентте де қыздар бар, сосын Семейде де біраз қыздар бар, Ақтөбеде де команда бар, Аллаға шүкір. Олар енді көбінесе осы жердегі лидерлер, спонсорлар, олармен өздері тікелей байланысты. Тікелей жұмыс істейді. Ал сабақ ретінде біз онлайн қазір сабақ жүргізіп жатыр, олар сол Zoom арқылы сабаққа қатысып жатыр. Барлығы тегін, барлығын кәдімгідей үйретіп отырасыздар күнделікті, жалпы осы ортаға қосылған жандарға, өзгеремін, дамимын деген жандарға барлығы тегін түрде үйретіледі. Бұл жерде кішкене қоса кетейін, тегін емес, бір символический бір енді тегін болса ол құнсыз да, негізі ол. Адамдар оның жауапкершіліктерін қарамайды да. Сол үшін кішкене болса да символический бір оплатаны қоямыз. Сосын ары қарай аренда заланы хотя бы көтерсін деген. Сондай ниет. Сосын мына жерде жаңа Доса мырза қосатыным мынандай нәрсе да, қараңыз, адамдар не үшін әрбір компанияға секіріп жүр, жаңа 3 жыл маман болады ғой. Бірақ 3 жыл деген сөз ол сол басын сұғып 3 жыл жұмыс істесе. Яғни теория бар ғой, сіз бір нәрсемен 10 000 сағат айналсаңыз, сол кезде маман боласыз деген. Сол үшін 3 жыл деген ол былай тиіп қашып жүрген емес. 3 жыл сол сіз басыңызды ұстап, үзбей тұрақты түрде үйреніп жасау керек. Жүйелі түрде жұмыс істесеңіз, сол кезде сіз маман боласыз. Ал ана шебер дегеннен кейін ол уже тағы бір 2-3 жыл. Шебер деген былай, сіз маман болдыңыз ғой, енді сіз маман ретінде тағы маман өсірсеңіз, сол кезде сіз шебер боласыз. Дубликация дейді ғой, әсіресе дубликация дейді мына жерде. Сосын мына жерде мынандай нәрсе де, әсіресе мына біздің бизнесте, қоғамда біз жерде ең бастысы біз астымызда адамдарды өсіруді ойлайсыздар, мақсат етіп қоясыздар. Жоқ, мақсат емес, сіз астындағы қыздарды командадан өсірмесеңіз, сіз де өспейсіз негізі. Сол үшін бұл жерде тікелей байланысты негізі. Егер де спонсор өзі дамымаса, ол астындағы командасына да шешінішті бере алмайды. Ал сол үшін біз директор ханымдарға айтамыз, менеджерлерге айтамыз, үздіксіз даму қажет. Сіздер дамымасаңыздар, астында команда дамымайды. Ол бір-біріне байланысты болып тұрады. Осы кәсіпте жемісті болу үшін, мысалға, адам қандай болу керек жалпы, қандай қасиеттер керек, жаңа тұрақтылық, даму деп оның барлығын айттық. Енді қандай қасиеттер, енді сіз өзіңіз қанша жыл осы бизнесте жүрсіз? Ең бірінші маған кім теориясы ұнайды, Саймон Синек деген қазір сол коуч бар. Ол кісі былай дейді да, ең бірінші адам өзінің неге деген сұраққа жауап беру керек та.
яғни сіз азанда тұрдыңыз, не үшін сіз осы жұмысқа барасыз, не үшін сіз демонстрацияға барасыз, не үшін сіз барып адаммен кездесейін деп отырсыз. Сол не үшін деген сұраққа жауап тапса, сол ең үлкен мотивация сол болған. Ал кейбір адамдар сұрақтардың жауабын таба алмауы мүмкін. Мысалға саналары қосылмаған болуы мүмкін да. Барлық адам осознанно деп айтуға болмайды ғой қазіргі таңда. Ол былай қараңыз, дұрыс, адам бәрібір адамдар ізденіп жүреді, ана ту причину, по которой мы здесь дейді ғой, осы өмірге келген себебін іздейді да, негізі барлық адамдар. Неге десеңіз, енді кішкене санасы өзіне түскен ересек адамдар іздене бастайды. Сол іздене бастаған кезде біздің сол миссиямыз негізі соның өзінің негесін тауып беруіміз керекпіз негізі. Бұл жерде мұны спонсордың және мына осы біздің көшбасшылардың жауапкершілігі осы жерде деп ойлаймын. Біз соны не үшін, неге екенін біз оған бір бағыт ретінде көрсетіп беруіміз керекпіз. Сосын ол өзінің осы жерде мақсатын, миссиясын тапса, ол сол кезде жұмыс істейді. Қараңыз, мынандай нәрседе, егер де адамдар тек қана ақша үшін жұмыс істесе, ол ешқашан адамның көңілін ойламайды. Ол командасын ойламайды. Ал Алла разылығы үшін жұмыс істесе, немесе қоғамға бір пайдам тиюшін десе, оның даже мына ақша түстің түспесін, ол мағына емес. Оған мағына жаңа пайдалы болу. Адамдарға қызмет көрсету. И мына жерде мынандай да, ана кім Джек Уэлш күшті айтты. Сіз неғұрлым көп адамға қызмет көрсетсеңіз, соғұрлым сіздің деңгейіңіз өседі дейді. Бұл тікелей байланысты да. Неғұрлым сіз көп адамға қызмет көрсетсеңіз, соғұрлым сіздің деңгейіңіз де табысыңыз да өседі. Түсінікті, иә. Жалпы Досан мырза, бір сұрағым бар. Жаңағы енді сіздердің орталарыңызда рухани дамудан бөлек табыс табу деген нәрсе бар. Қаржылық жағдайыңды реттеу, ол біздің бір өмірлік қажеттілігіміз, онсыз болмайды. Ал неге барлығы, мысалы, қазіргі таңда көп ақша тапқысы келеді, миллион тап деген курстар көп, мысалға, ағай. Енді әр адамның өзінің бір потенциалы, өзінің деңгейі болады ғой. Барлық адам кәсіпкер болу, барлық адам көп ақша табу болу міндет нәрсе емес шығар мүмкін. Негізден былай ғой, мен былай ойлаймын да, адам бірінші кезекте бақытты болуға ұмтылу керек та, негізі. Бақытты болуға ұмтылса, бақытты болған адам ол міндетті түрде табысты болады. Ал табысты адамдардың бәрі бақытты емес, бақытты адамдардың бәрі табысты да. Бірақ бақыт деген сезім не алып келеді деген кезде, бақыт деген сезім бірінші кезекте ол өзімен үндестікті, өзін тыңдай білу, өзінің ішкі шынайы арман қалауларына сай өмір сүру да. И сол шынайы арман қалауларына сай өмір сүріп, содан өзінің сүйіктісімен айналысқан кезде, сол кезде ол берекелі табыс таба бастайды да. Енді қараңыз, мына нәрсе да, қай кезде мысалға мәселен көп табыс табу емес мақсат болу керек, берекелі табыс табу да. Қай кезде біз берекелі табыс табамыз? Адамдарға көбірек пайдалы болған кезде, ниетіміз дұрыс болған кезде, ниетіміз біздің жаңағыдай бірінші кезекте ақша табамыз, бірінші кезекте пайдалы болу арқылы ақша табу. Ақша табу деген ниет жалпы жаман емес, бірақ ниет тек қана ақшаны ойлап, адамдарға пайдалы болуды ұмытып кету емес, мысалға да. Пайдалы болу ниет бізде, пайдалы болу арқылы ақша табу, пайда алып келу арқылы, құндалық беру арқылы ақша табу, ол адамның төлеген құндылығынан да көп құндылық беру арқылы ақша табу, асыра беру арқылы ақша табу да. Сол кезде сол ақшаның берекесі болады да. Мен ойлаймын, мақсат берекелі ақша табуда болу керек. Ал шын мәнінде тек қана ниет жаңағыдай ақша табу болған кезде ол нәрсенің берекесі болмайды. Оған даже мен сізге осындай бизнеспен, түрлі басқа кәсіптермен, дәстүрлі бизнеспен, дәстүрлі емес бизнеспен айналысып жүрген адамдардың өзінің аузынан естігенім, мен тек қана жаңағыдай ниетім дейді, осы бизнеспен айналысқан кісінің айтқанда, айтады, мен бір компанияда істедім, миллиондар таптым дейді да. Бірақ мына компания істеп отыр, мен миллиондар тауып отқан жоқпын дейді да. Мысалы, анамен салыстырған кезде, енді хайптас деген, пирамидада істеген адамдар ғой. Түрлі жағында бір күндік компанияда істеген адамдар айтады, мен зато мына компанияда тұрақты түрде, асықпай, жүйелі түрде дамып жатырмын, табысымды соған қарай, бірақ бір қызық дейді да, мынаның берекесі көп, и мынадан адамдардың рахметі көп дейді да маған. Алғысы көп. Алғысы көп. Ана жақта істедім, ол бар уақыт, әңгіме жоқ тапқанда, мысалы айталық 10 миллион. Бірақ айтады, менде 30 миллион шығып кетті дейді да. Себебі одан кейін шыққан ана ақшаны істейді, ана ақшаны. Тағы ол ниеті көрдіңіз бе? Ол ниеті не болды? Тез, оңай, жеңіл және бірден ақша табу болды да. И ондай ұсынысты кім ғана айтады?
ондай ұсынысты негізінен бесплатный сыр только в мышеловке дейді ғой, ондай ұсынысты, сондай ниеті, яғни адамдарға пайда алып келу емес, компанияның о баста ниеті тезірек адамдардан ақшаны орып алып жоқ болып кетуді көздеген ниеті бар адамдар ғана құрады да сол кезде. Сен мен ниетім дұрыс емес, мен кімдерге жолығамын міндетті түрде? Ниеті дұрыс еместерге, алаяқтарға жолығамын. Содан кейін мен сөйтеді, ал ақшасын жоғалтады да. Ана кісі айтқан 10 миллион таптым дейді ана бизнестен дейді. Бірақ 30 миллион қадалдым дейді, 30 миллион жоғалттым дейді. Себебі бір машина, бір компаниядан кіре берген. Жоқ, неға салған, жоғалтқан ақшаны. И оның ең қызығы, өзі жоғалтса бір ғой, оған сеніп қаншама адамдар кетті, олар жоғалтты. Содан кейін тағы да одан шықты да, жоқ, мына жақтан кеткен ақшамды шығару керек қой. Күйеуімнен ұят, отбасымнан ұят, тағы да алады да, мына жаққа салады, тағы да жоғалтады. Содан кейін тағы да жоғалтады да. Шегесін ұры кеп, ниетін түсек кеп, өзінің оның жағдайдың бәрін өзі тудырғанын түсініп, сөйтіп жаңағыдай берекелі осындай істерге келіп жатқан адамдар бар. Осы ретте айта кетейік ше, қоғамда алданып жатқан адамдар көп, мысалға желілік бизнеспен кәдімгі продукциясы бармен жаңағыдай пирамидалар, жалпы екеуі екі бөлек нәрсе ғой. Сіздерде өнім бар нақты, сіздер кәдімгі өнім сатасыздар. Мен бір факт айтып кетейінші. Негізінен Нұрқыш мырзалар компаниясының негізінен сатып жатқан өнім люкс өнім да. Люкс сападағы, бірақ қолжетімді бағада. Салыстырмалы түрде қолжетімді бағада. Содан кейін бұл компанияның, Нұрқыш мырзаның бастамасының бір ерекшелігі, ол кореялық компания бар. Сол үлкен кореялық корпорациямен эксклюзивті договор дейді, эксклюзивті келісімшарт алған бүкіл ТМД-ға таратуға. Ондай компания негізінен білмеймін, санаулы. Мен өзім білмеймін ондай компания, жеке танымаймын. Бұл сондай компания, бірегей компанияның бірі. И өнім де люкс сападағы өнім, и және де бұл желілік маркетинг арқылы сатылғандықтан ол қолжетімді бағада. И ойлаңыз, адам мысалға былай болу керек қой, негізі қандай бизнес берекелі болады да, қандай нәрсе берекелі болады. Сен мына өнімді миллион теңге саттың, бірақ адамнан қолданған кезде 10 миллион теңгенің құндылығын сезіну керек та, түсінесіз ба? 10 миллион теңгенің құндылығын сезінгенде айтатын алмасым заңдылығы бойынша мен төлегенімнен көп алдым ғой дейді да. И адам анаған рахмет айтады, бір рет батасын береді. Екіншіден басқа адамдарға деді, мә мына жақта керемет нәрсе болып отыр. Ойлаңыз, сіз өнім сондай, и плюс беріп жатқан сабақтар вообще баға жетпес деп отыр да, мысалы Айгерім ханым. Айгерім баға жетпес деп отыр. Почему? Не үшін баға жетпес? Себебі бақытты ақшамен сатып аласыз ба? Отбасыдағы үндестікті ақшамен сатып аласыз ба? Мысалы балаларыңның шынайы күлкісін, мысалға да, шынайы күлкісін мейірі қанған балалардың, махаббатқа мейірі қанған балалардың сатып аласыз ба? Жоқ. Оны қандай адам ғана біледі, сол бақытты ортада өмір сүрген, бақытты сезім сезінген адам беріледі. И соған адам сезінген кезде адамдарда не пайда болады? Лоялдылық дейді ғой, берілгенділік, компанияға да сенімділік, шынайы ризашылық пайда болады. Сосын бұл компаниямен адам эмоционалдық байланыс пайда болады. Сіздердің енді жалпы алдағы уақыттағы жоспарларыңызды сұрайын дедім. Қалай дамығыларыңыз келеді? Жалпы өздеріңіз әрі қарай ортаны қалай дамытқыларыңыз келеді? Сол жайында айта кетсеңіздер. Енді өздеріңіз құндылығын сезіндіңіздер, көрдіңіздер, табыстарыңызды да таптыңыздар. Енді сіздер әрмен қарай өздеріңіз қандай құндылық таратқыларыңыз келеді енді жалпы қоғамға? Енді әрбір жұмысқа адам, бастапқы бір жұмысқа тұрғанда да бастығы болсын, кім болсын айтады ғой, сен осындай жұмыс жасайсың. Сенің күнделікті атқаратын жұмысын осы депші. Бізде де компаниямызда нақты беретін ұстанымдар, нақты қойылатын заттар бар, әрекеттер бар. Оған арнайы білім беріледі, сабақтар өтеді. Тек жаңағы айтам, рухани, тұлғалық дамудан бөлек қаржылық сауаттылық жағынан, компанияның өнімі туралы, сол жақтан бізде келген әйелдер, ханымдар міндетті түрде білім алады. Айтайын дегенім, қазіргі таңда өзім басымнан өтті, әйел адамдар өзі өте көп курс сатып алғыш. Әрбір жерден. Шыны керек 200 мыңнан миллионға дейін курс сатып алған әйел келіншектерді білем. Бірақ оны онлайн оққаннан кейін, даже онлайн, офлайн болсын, оны действияға, әрекетке көшірмегеннен кейін, результат жоқ ол жерден, сол курс сол жерде қалады. Біздің компанияда бір әйел адам, енді мен 100-200 деп айтпайын, бір келіншек келгенде
ол сол сатып алған курсын осы компанияда алады, білімін. Рухани, тұлғалы, қаржылық дами алады да. Сосын ол қандай курс алса да, адам оны қаржыға айналдырғысы келеді ол. Иә? Мен осыны алдым, оқыдым, мен ертең содан пайда көрейін деп ойлайды. Ол человеческий инстинкт деп ойлаймын енді адамнан. Біздің компанияда өнімді алып отырып, әйел адам осы керек заттардың бәрін алады. Тек оған ойын акцент дейді ғой, мынау фокусын бәрін қою керек та. Сосын жаңағы Жібек ханым айтқандай, бізде гибкий график. Өте керемет қой. Иә, таңертең мысалы емін еркін асықпай өзінің жолдасына таңғы асты беру. Шыны керек, қазір әйелдер таңертең сағат 7-те тұрады, таңғы асын ішпейді да, бір баласын садикке, бір баласын мектепке жинайды, апыл-ғұпыл бәрі есіктің алдында, уже есіктің алдында айқаймен шығады ғой. Иә? Одан бәріміз өттік. Иә, ол уже таңғы стресс қой. Ол таңғы стрессті көргеннен кейін сен ол күні бойы сол стресспен, негативпен жүресің. Біздің жұмыста рахат. Сен көңіл бөлесің отбасына, бала шағана, өзіне, дамисың, өсесің, плюс еще жұмыста жасайсың, керемет табыс табасың. Иә. Мен осы келіншектерге айтамын ғой, табысы өте керемет. Мысалы, мен көріңізші деймін да, негізі мынау мадақ мақтаулар Аллаға тән дейді. Мысалы, адам мақтануға болмайды деп ойлаймын өзім. Табысымен біз енді айтамыз ғой, 2 еселедік, 3 еселедік табысымызды депші. Бірақ табыс енді өзінде қалғаны жақсы. Ол табысты сенен негізі айналан өзінен ақ көреді. Иә? Сенің жақсы өмірін, айтады ғой, сапалы өмірін, ол қалай десенде, ол қаржыға еп тіреледі. Сондықтан сапалы өнім алуға бізде компания бүкіл мүмкіндіктер беріп қойған. Тек бір айтады ғой, Досан мырзаның өте мықты сөзі бар, батыл қадам деген ғой. Бұл еще батыл қадам деген кезінде қатты да батыл қадам емес қой, Досан мырза. Алдың, көрдің, қолдандың, уақытыңды бөлдің, бардың, болды. Саған миллион құй, 2 миллион құй деп андай бір пирамида жасап жатқан жоқпыз. Иә, Аллаға шүкір. Негізі Қайнар ханым айтқандай, жаңағы сөз өте керемет айтылды ғой. Жаңағы Алла тағаланың бастауымен осындай жақсы ниетпен құралған компания болғаннан кейін Нұрғиса мырзаның өзінің ожиданиясынан да артып түсті да. Алла қаласа компаниямыз енді керемет өсе берсін. Самғайды деген, бір боласа зор болсын. Ұялмай көрсететін деп. Ұялмай көрсететін, Ағай, сіздің қандай жоспарларыңыз бар енді алдағы уақытта? Дамыту жөнінде, жалпы осы подкастты көріп отырған көрермендер бар ғой, білгісі келеді да, мысалға мықты адамның артынан ергісі келеді қазіргі таңда адамдар. Жақсы, рахмет, әдемі сұрақ. Негізі енді дамудың бір несі нақты көрсеткіші болу керек қой. Енді қаржылық жағынан бізде, мен Кореяға барып келгеннен кейін, мен өзіме қазір осындай мақсат қойдым. Бізде кем дегенде 50 мықты лидер болу керек. Қазір қанша лидер бар сізде? Бізде қазір 13 директор бар, бірақ олар да әлі былай нақты тұрақты табысқа шыққан жоқ. Менің жоспарым осы алғашқы, құдай қаласа осы 3 жылдың ішінде 50 мықты лидер шығару. Яғни мықты лидер деген қандай? Кем дегенде 4-10 миллион табысқа шығару. Сондай мықты лидер шығару. Ол бірінші сол қаржылай мақсат. Ал былай қоғам ретінде мақсатымыз мынандай. Енді мен Инстаграм парақшамды жазып қойдым. Алла қаласа сол да бір 10 мың адам өміріне өзгертуге бір себепші болды. Осы мына қоғам ретінде мақсатымыз осы. Сосын негізі тағы да бір мақсатымыз мына біздің барлық мына клиенттердің ризашылығын алу. Сіздерде жалпы дамушы орта бар. Қазір мына жерге телеграмға сообщество дейді, орысша айтқан кезде ортаны жаза кетеміз.
сол жерге қосылсаңыздар болады, осы ортамен бірге дамысаңыздар болады, иә? Жалпы ол жақта не туралы айтасыздар енді сіздер? Америкада мынандай нәрсе бар, corporate social responsibility деген нәрсе бар да, құқым бар. Ол деген нәрсе, ол қоғамға сен қандай пайда алып келесің. Сол нәрсені де, яғни сен осы қоғамда жұмыс істеп жатқаннан кейін, осы мемлекетте жұмыс істеп жатқаннан кейін, сенде тағы да бір қоғамға берер сенің қайтарым пайдаңды. Қайтарым пайдаң. Енді сол мақсатта, сол бағытта қолға алып жатқан нәрсесі Cordial Care компаниясының, Нұрғиса мырзаның, ол және партнерлардың, көшбасшылардың ол қауымдастық жасау. Яғни ол қауымдастыққа мысалы онлайн қауымдастықта, мысалы Telegram каналда бәрі ұйымдастырылады. Ол жерде не болады? Қандай құндылық алынады, қандай пайда алады басқалар. Ол жерде күнделікті мысалға да адам айтты ғой бірінші кезекте өзін тұлғалық ретінде тұлғалық дамуға көңіл бөлу керек. Тұлғалық жағынан өсіру керек, иә. Ішкі жаңағыдай тәртібін реттеу керек. Ішкі тәртіп реттелгеннен кейін дене тәртіп реттелген адам ақыл ой тәртіп реттеледі. Сондай жаңа ханымдар, сол жақтың лидерлері, белсенділері не жасап тұрады? Түрлі шаралар, түрлі жаңағыдай ағзана тұрады, жаңағыдай жаттығулармен бөліседі, өзінің лайфхактарымен бөліседі, құндылықтарымен, инсайттарымен, білімдерімен бөліседі. Сол нәрсені сол жаққа салып отырады, жауапты лидерлер болады, соны жүргізіп отырады. Сол жаққа кез келген мысалға да, кез келген компанияның мүшесі, қауымдастық мүшесі болмаса, кез келген адам жаңа сіздер көрсеткенсіздер ссылканы сол сілтеме арқылы өтіп, телеграмға өтіп, сол жақта мүше болып, сондай керемет құндылықтарға алады. Жалпы бүгінгі подкастымызды біз түсірдік, жалпы айтылды компания туралы, өнімдер туралы және де даму туралы. Менің де бір қызық отқан нәрсем, бұл жерде тұрақты даму бар, өсу бар. Нұрғиса мырза сияқты ұстаз болады, Досан ағай сияқты жаңа тренингті жүргізетін тренер мырза болады, және де өмірлері өзгерген қаншама ханымдар отыр мына жерде, шынайы кейстермен бөлісіп отыр. Енді қорытындылай кетсек, жалпы алдағы жоспарларыңыз, енді алдағы уақытта даму мақсаттарыңыз жайында бір-екі ауыз айта кетсеңіздер. Алдағы уақытта енді өзімнің жеке жоспарым, жаңағы бұл ортада сіз жаңа бір сұрақ қойдыңыз ғой, жаңа адамдар не үшін кетіп қалады, келе береді деген сияқты. Бұл ортаның құндылығын түсінген адам қалады да, енді құндылығын түсіне алмаған адам әр жерде жылтыраққа қызығып, анда болса мында ақша көп десе ақша деп кете береді. Бұл жерде кімдер қалады? Бұл жерде сол жаңағы адамдарға шынайы пайдам тисе, жаңа ұлы мақсатқа бірге мақсаттас болып өмір сүріп, осы жерде бір қуанатының есікті ашып кіргеннен бастап қазақ тілді аудитория. Мысалы біз жаңа Қытайдан келгеннен кейін мен бұрынғы істеген компанияларымда орысша тілді болады да, бөлектеу. Одан бұл енді қазақ елінде өмір сүріп жатқаннан кейін бұны мен әрбір қызға мақтан айтамын да. Өз еліңде жүргендей сезінесің. Нағыз қазақ тілді аудитория, иманды жаңағы. Бұл кісі үнемі жаңағы пайғамбарымыздың өмірбаянын келген кісілерге, жаңа отырған әйелдерге, бірінші келген клиенттерге өз қолымен таратып жүрді. Алған адамдар қалай қуанып жатыр? Мынау деген жайдан жай емес қой дейді. Жайдан жай емес, бұл бір маған келген белгі ғой деп қабылдап жатыр да. Соның өзі мысалы осы құндылықтар мені қуантады. Ең бастысы мен жарайды басқа компанияларға барсам миллиондап ақша табатынымды білем ол жерде, бірақ ол жерде жаңағы Досан мырза айтқандай берекеті бола ма болмай ма. Ең бастысы шынайы ризашылық үшін жұмыс істеу, ол осы компанияның ең үлкен құндылығы. Әйгерім ханым, сізде қандай жалпы жоспарлар? Жаңа да айта кеттіңіз, шет жағасын. Жоспар енді Аллаға шүкір өте көп. Бір Алланың сәтін салуымен компания туралы жоспар айтатын болсам, жаңағы бәріміздің енді әрбір компания құралғанда ол көп жыл жұмыс жасамай, мысалы жұмыс жасау уақыты 2 жыл болған кезінде көбінің сұрағы болады. Қаншалық жұмыс жасайды, қандай компания, тұрақты ма, тұрақсыз ба депші. Мен ойлаймын, компанияның тұрақсыздығы оның ішінде жұмыс жасап жатқан адамдарға байланысты шығар. Нұрғиса мырза өз тарапынан 100% қолынан барлық келген бүкіл жағдайды жасап, условияны жасап, жаңағы бәрін жасап отыр, иә. Енді ол компаниядан ол затты айтады ғой, шайнап берген затты екінші жұтып алу. Сосын тек қана маған жасасын, маған істесін деп қана отырмай, егер біз өз тарапымыздан да әрекет жасайтын болсақ, білім бере алсақ, алдағы қарай компанияны қозғалта алсақ, бір сетевой бизнес деген ұғымды, мысалы менде мақсат бар.
Нұрғиса мырзаға айтқам, сетевой бизнес деген ұғымды мен өзгерткім келеді. Себебі сетевой десе әйел адамдар шошып қашады да. Негізі соның бірі өзім болдым. Екі қолымды көтеріп тұрып никогда деп айтқан адам едім. Бірақ біздің компанияның, басқа компанияларды айтпаймын, біздің компанияның сетевой бизнесін просто бір-ақ рет тыңдап көру керек болды. Басқа ешнеңке керек емес. Өте оңай, жеңіл. Сол әйел адамдардың миында ұстанымды, ол өте қиын, мен өстуім керек қой. Мысалы, ер азаматтар қарсы болып жатады, себебі дұрыс түсінбейді. Себебі көп сетевой бизнесте әйел адамдар үйінде склад жасап алған, оны сата алмайды. Оны көрген еркек адам деген қашан құртасын азаттың көзін дейді. Содан кейінде әйел адамдар көбісі келгісі келіп, жұмыс істегісі келеді. Бірақ айтады ғой, мынау айналасы айтқан сөздерді тыңдайды. Не қыласың деген, сен лучше бар да анау зарплатаға жұмыс жасасайшы дейді. Иә. Сөйтіп жеңіл жаққа итермелейді да әйел адамдарды. Сол бір ұстанымды, сол бір ойды әйел адамдардың біраз келіншектердің ойын өзгертсем деген ниетім бар. Бәрі Алланың қалауымен жұмысын енді әрекетке берекет дейді. Жібек ханым, сізде жалпы қандай өзгеріс енгізгіңіз келеді? Жалпы егер сізге адамдар хабарласатын болса, сіз олардың өмірінің өзгеруіне қалай көмектесе аласыз? Енді біріншіден ниет, бұл жерде ниеттеніп, осы біз сияқты жаңағы жақсы дұрыс жолды таңдап, осылай өссе екен деген ниет бар. Әрбір әйелдің қолынан келеді ғой, әдемі бизнес. Көптеген қазақ отбасылары байып, бақытты болса, одан асқан ризашылық жоқ деп ойлаймын. Сол әрбір келген командама келген қыздарға осындай керемет жолды көрсетіп жатқаныма қуанам. Одан кейін біздің компанияда енді өсетін сатыларымыз бар. Соның бәріне қолымыз жетіп, әрбір келген адам жетсе екен деп ойлаймын. Досан мырза, сіз жалпы қаншама адамның өмірінің өзгеруіне себепші болып жүрсіз, одан әрмен қарай өзгеруіне қалай себепші болып дамытқыңыз келеді жалпы? Жоспарларыңыз мысалға осы компаниямен бірге жасап жатқан? Нұрғиса мырзамен өткенде ғана біз кездескенбіз, сол жоспар туралы әңгімелескенбіз. Негізінен қазір бізде былай, не жүйелі жүріп тұр? Қазір бізде не бар деген, не жүйелі жүріп тұр? Жүйелі бізде Cordial клуб деген құрдық қой біз. Cordial клуб ол осы компанияға партнерларына, серіктестеріне арналған клубты. Ол клуб не үшін құрылды? Негіз мақсаты не? Тұлғалық, рухани, кәсіби жағынан дамытуға арналған клуб. Оның аясында не жүріп тұр? Ай сайын негажам тренингі, яғни тұлғалық, трансформациялық, практикалық тренингі тұрып жүреді, 2,5 күндік. Сол тренинг жүргізіледі, ай сайын жүргізіледі осы компания, оны жүйеге қойғанбыз. Одан кейін апта сайын Динара Маратқызы, содан кейін Ботагөз ханым, олар әйелдердің психологиясы, қаржылық ойлауы, содан кейін отбасылық қарым-қатынас, тұлғалық даму бойынша солай сабақтарын жүргізеді. Апта сайын жүреді да бұл. Мына нәрселерге оларға енді Telegram каналға тіркелген адамдарға осыған доступ болады да, доступ болады. Яғни тегін офлайн болатын сабақтар, офлайн болатын, тегін және жеңілдікпен болатын сабақтарға доступ алады да, келіп қатысса болады. Ол үшін Telegramға өту керек. Осы нәрсе жүргізіп. Енді ары қарай жоспар не? Жоспар Cordial Academy деген нәрсе, Cordial Academy деген оқу орталығын, оқу құруда. Офлайн, онлайн форматта болады. Сол жөнінде Нұрғиса мырзамен әңгімелестік. Негізінен эксперттік база дейді ғой, эксперттік білім жиналды. Менде де жетеді, мысалы Нұрғиса мырзаның өзінің өз басына жетеді. Команданың, компанияның қызметкерлері, серіктестерінде білімде жетеді. Сол білімді жинағаннан беру де керек та, енді беру де керек. Сол Cordial Academy құрылып, содан сол ақпаратты, ағартушылық білімді беретін каналдарды қоюда, жолға қою. Ол YouTube канал, әлеуметтік желілер. Сол үшін сол YouTube каналға болашақта подписаться етсіңіз, алырса оқырмандарыңыз. Одан кейін жаңағы Cordial Academy-дің өзінің продуктілері шығады, яғни ағартушылық білім бағытындағы. Сол продуктілерден тоже білім алып, дамуына басқа адамдар да болады. Cordial Academy ашылады деп жатыр. Жалпы өзіңіздің компанияңыз бар. Қаншама ханымдардың, ер азаматтардың өмірлері өзгеріп жатыр. Енді осы рухани тұрғыда, баю тұрғысында. Енді сіздің бұдан да биік бір жоспарларыңыз бар шығар мүмкін. Аллаға шүкір, біраз жетістігіміз бар.
бірақ әрине енді шүкір ету керек, бірақ мақсатты кішкене ұлы болу керек. Мына бизнес тарапынан біздің мақсат, жаңа айтып отырмын ғой, 50 мықты лидер командада. 50 мықты лидер деген 50 мықты командада негізі. Бұл біз Алла қаласа бұл мақсатқа жетсек, мен нарықтың несін анализін жасағам. Сетевой бизнеста, осы косметика бизнес саласында біз егер де сол деңгейге жетсек, біз Алла қаласа топ 5-ке кіреміз Қазақстан бойынша. Сол біз топ 5-тік сетевой компания Қазақстан бойынша болсақ, мен ойлаймын, біз жақсы еңбек жасадық. Бұл жерде топ 5-тік деген международный компаниялардың бірге сәйкес. Сол халықаралық үлкен компаниялармен қатарында болу. Осы бизнес саласында мақсатымыз осы. Ал жаңа досамыз айтты ғой, corporate social responsibility деген бар, яғни қоғамдағы жауапкершілігіміз. Ең бірінші мына біздің құндылықтарымызды мүмкінше барлық Қазақстан елімізге тарату. Сосын Алла қаласа біздің тағы бір жоспарымыз жақын арада келесі жылы немесе осы жылдың аяғысында Өзбекстанға бару. Өзбекстанда біраз команда жинау. Бұл жерде біраз ұсыныстар уже шығып жатыр, негізі Аллаға шүкір. Себебі Өзбекстан бізге жақын, бізге бауырлас ел. Сосын бізде Өзбекстанда фильтр сататын компаниямыз бар. Сол тарапынан ең бірінші сол Өзбекстан нарығын қарап отырық. Осы енді сосын енді мына жеке әріптестерге жоспар мынандай. Алла қаласа бұл кісілер осы компаниямен барлық мақсаттармен бірге бәріміз жетуге. Яғни әрқайсысынан бір-бірден машинеде жетсін, Құдай қаласа, бір пәтерге жетсін, сол барып машиненің ленточкасын кесейік, Алла қаласа. Осы сол кезде сізді шақырып тағы да бір репортаж жасайық бәріміз, Құдай қаласа. Мүмкін, Алла қаласа, иә. Ендеше даму туралы, өсу туралы жалпы осы Cordial Care компаниясының Нұрғиса мырза басқаратын осы компанияның беретін мүмкіндіктері жайында айттық. Енді сіздерге де пайдалы болсын деген ниетпен осы подкастты ұйымдастырдым. Осы кісілердің барлығын шақырдым. Шынайы кейстерді, Досам мырзаның жаңаға шынайы тренингте айтып жатқан әңгімелердің барлығын жеткіздік. Сіздерге пайдалы болсын деген ниетпен келесі кездескенше аман сау болыңыздар.